Қашықтықтан оқыту. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағы 7 сынып. Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Гродиково орта мектебі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Мирзаева Зібида. Сабақтың тақырыбы ұлттық аспаптар. Оқу мақсаты: кесте, диаграмма, сызба шартты белгілері түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана білу. Жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу. Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сабақта қазақ халқының ұлттық аспаптар туралы алған білімдерімізді қорытындылайық. Балалар, қазақ халқының қандай ұлттық аспаптарын білесіңдер? Дұрыс, балалар. Қазақ халқының ұлттық аспаптары: домбыра, қобыз, жетіген, сыбызғы, дауылпаз. Балалар, сендер ұлттық аспаптар туралы не білесіңдер? Өздеріңнің жинаған ақпараттарыңызды ассоциограммаға топтастырыңыздар. Бәрекелді балалар. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Музыкалық аспаптардың ойнау сипаты мен дыбысталуына қарай сәйкестендіріңіздер. Тамаша, балалар. Өте жақсы орындадыңыздар. Жауаптарыңыз дұрыс. Балалар, қабырғадағы сурет әдісі бойынша ұлттық аспаптар туралы сұлбаның ішіне мазмұнын жазыңыздар. Ал сұлбаның сыртына жазған мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңыздар. Жарайсыңдар, балалар. Тапсырманы өте тамаша орындадыңыздар. Балалар, метафора мен теңеу ережесін есімізге түсірейік. Теңеу заттың, құбылыстың ерекше белгілерін көрсетпей-ақ, оны басқа затпен, құбылыспен салыстыра суреттеу. Оның жасалу жолдары дай, дей жұрнақтары арқылы, секілді, сияқты деген шылаулармен, ұқсап деген сөз арқылы жасалады. Метафора бір зат атауының басқа бір затқа атау болуына байланысты сөз мағынасының ауысуы болып табылады. Балалар, Ілияс Жансүгіровтің Күйші поэмасынан үзінді. Үзіндіден метафора мен теңеуді тауып ажыратыңыздар. Керемет, балалар. Жауаптарыңыз дұрыс. Назарларыңызға рахмет.